главная проблема – это то, что сужается поле гласности и свободы, потому что свобода слова ограничивается. И то, что президент страны говорил о том, что нет цензуры и что свобода слова придерживается в полном объеме, то постепенно это как шагреневая кожа, свобода слова она сокращается, и возможности для работы журналистов, правозащитников сокращается. Например, есть такие темы, которые становятся уже подлежат ограничению со стороны властей. Это касается прежде всего официальных медиа, и это касается отчасти за ту свободу, которую борются независимые медиа. Это прежде всего кантарские события. Январские события в 2022 году, освещение этих событий, анализ этих событий и публикация материалов по этим событиям. Второе – это бизнес-проекты родственников президента Касым-Жомарта Токаева, имеется в виду племянников и других. То есть в этих вопросах тоже идут негласные, но ограничения со стороны медиа. Освещение российско-украинской войны после акта вторжения, подробности, детали именно казахстанскими медиа тоже нежелательны для публикации. Так и не выдерживается баланс в связи с тем, что российские интересы в Казахстане представлены очень широко. То, соответственно, вот именно поддержка Украины и очень многие материалы, они тоже не приветствуются официальными структурами. Поэтому здесь тоже идут ограничения. И эти ограничения касаются как публичных мероприятий, потому что мы все помним митинги, единственный митинг, который был проведен и который был успешным, прошел в Алмате и показал, насколько потенциал гражданского общества силен, и можно активно требовать казахстанским обществом вот этого участия, личного участия людей и выражения своего мнения в виде пикетов, митингов и так далее, то со стороны власти пошло резкое ограничение вот такой активности. Следующее большое поле, которое появилось ограничение, это связано с политическим убийством Айдоса Садыкова. Тоже все, что касается этой темы, тоже подлежит табу. И поэтому необходимо говорить всем независимым медиа, правозащитному сообществу, журналистам об этой теме. То есть постепенно, по мере периода президентства президента Касым-Жомарта Токаева, вот эти болевые точки, которые приводят к тому, что медиа все больше и больше и больше ограничивают свободу слова, вот, и в дальнейшем этот процесс будет продолжаться. И поэтому очень важно говорить обо всем, очень важно властям иметь красные флажки, за которые они не должны заходить. И очень важно, чтобы здесь было очень сильное участие и давление со стороны гражданского общества. У нас оно небольшое, но очень важно, чтобы оно было, и очень важно, чтобы оно сдерживало весь этот коррупционный поток, который идет со стороны власти. Спасибо. И просьба поближе к микрофону, или пользоваться можно переносным. Здравствуйте, друзья. Я прежде всего хочу привлечь ваше внимание, почему так важна независимая, полноценная, нормальная журналистика. Не секрет, что в основе любого государства, правильно функционирующего государства, есть три ветви власти. Это судебная ветвь власти, законодательная и исполнительная. И есть четвертая ветвь власти, это как раз власть гражданского общества, журналисты, СМИ, яркие представители четвертой власти. То есть откуда общество может знать о происходящем в стране, о каких-то подводных, скрытых течениях, тенденциях, в том числе опасных для страны в целом, для отдельных ее граждан. Это очень важный инструмент власти на самом деле. И власть, эта четвертая власть, должна и обязана быть независимой. Но когда эта четвертая власть, когда отдельных журналистов выборочно не допускают до информации, либо преследуют судом, либо еще каким-то образом ограничивают не журналистов, ограничивают права граждан Казахстана на то, чтобы знать, что и как происходит на самом деле.
И игнорировать это очень, я считаю, опасно. Почему? Потому что, все, наверное, сталкивались, помните длинную историю, как пришли сначала за красными, я не пошел, я же не красный, потом за белыми, я за ними тоже не пошел, потом за коммунистами, потом еще за кем-то. А когда пришли за мной, я остался один, меня забрали, потому что никто не пошел за мной. То есть вот сейчас точно такая же ситуация складывается. То есть если сейчас от этих фактов, о которых говорят практически все журналисты, все независимые блогеры, СМИ, говорят, что, ребята, у нас что-то не то происходит с нашим публичным пространством, с нашим правом на доступ к информации, это очень такой нехороший, я считаю, симптом. И второй момент, который бы тоже хотел сказать, о котором хотел бы поговорить, это у нас стало в последнее время прямо модно искать, кто же платит тому или иному блогеру или журналисту. Сразу скажу, мне никто не платит. Нет никаких грантов, еще чего-то такого, но выжить в таком режиме очень сложно, делать полноценную новостную программу, делать хорошую, качественную журналистику без каких-то серьезных ресурсов. Это очень и очень сложно, я уверен, об этом скажет вам любой практикующий журналист, любой СМИ, властный, провластный или как угодно. Но у нас появилась такая форма стигматизации, то есть когда появляются такие обидные клички, соросята, рашисты, еще какие-то, то есть появляются термины, которые говорят, что вот этим людям нельзя доверять, потому что они получили деньги откуда-то. Ребят, тут знаете, да, есть с одной стороны, опять же, такой, кто девушку ужинает, тот ее танцует, с одной стороны, но с другой стороны, а что сделали лично вы для того, чтобы поужинать с девушкой? То есть, кто регулярно поддерживает независимые СМИ, независимых блогеров, элементарно донатом 500 тенге в месяц, неужели это какая-то большая сумма для любого из вас? Но, извините, если таких будет донатов много, вот тогда, наверное, можно и говорить о том, что будет какая-то независимая программа. Но пока этого, я опять же по своему каналу Алтынбас на ютубе, я пока замечаю, что, к сожалению, потока серьезного потока от маленьких донатеров, к сожалению, нету. А значит будут появляться вот такие обидные клички. А вот выпустил материал, значит провластный, значит его купили. Не осветил что-то, значит ему заплатили. То есть у нас создается стигма. То есть, ребята, если мы стигматизируем журналистов и говорим, вот этот человек такой не скажет вам правду, потому что получил деньги американцев или русских, или даже наших казахов от того же нашего Министерства культуры в рамках госинформзаказа. Получается, все эти сомнения, доверие, то есть, извините, у каждого из нас есть своя голова, и мы можем и думать, и делать выводы, и сопоставлять анализ как раз из разных источников, для того, чтобы сделать правильное собственное мнение и собственное решение, будь то решение по референдуму, будь то решение в поддержку или культуру отказа от какой-то программы или от какой-то личности, будь то политик или будь то музыкант, неважно. Считаю, это такой тоже очень требующий большого внимания вопрос. И последний момент, на который хотел бы обратить внимание уже наших государственных органов. Дело в том, что коммуникации с обществом, они необходимы. И когда чиновники всех мастей и рангов у нас очень часто выставляют запреты в виде аккредитации, в виде закрытых для журналистов зон, в виде тому подобных элементов барьеров. Я не говорю даже сейчас про элементы, которых я вам сказал, давление на конкретные СМИ, на конкретных журналистов. Это вообще, считаю, недопустимо. Это нонсенс. Журналист, он должен быть как жена Цезаря, подозрение, он увидел, он сказал, он принес информацию. Верить или не верить, как воспринимать эту информацию, это дело ваше, это выбор ваш. Вам не нравится, что я говорю, вы нажали кнопочку, подписались. Вот и все, самое действенное элемент доверия, который выстраивается между журналистом и его зрителем, считаю. И когда представители исполнительной власти, представители судебной ветви власти, да даже наши избранники народные, непонятно, кто и как их избирал, конкретно многие-то у нас чудесные вещи заявляют, пытаются уйти от вопросов, пытаются как-то убежать и сказать потом, ребята, а зачем вы это делаете?
Ведь наоборот же классно, когда вы доносите людям правильную позицию, когда благодаря журналисту, тому же блогеру, который подошел и детально разобрался, почему вот здесь произошла проблема с той же, условно, картошкой подорожавшей, да, с чем угодно. Но тогда же как раз, если вы дали правильную информацию человеку и правильно осветил, вот рядовые граждане, все, кто посмотрят, они могут четко составить в голове, понять, что да, действительно, тот же Минсельхоз условно отработал хорошо или наоборот отработал плохо. То есть сейчас мы не будем в детали углубляться. Я о том, что нехорошо строить эти барьеры. Тем более есть у нас целое агентство по делам государственной службы, которое, вот я недавно проводил целый тренинг о том, что как вести коммуникативные нюансы сотрудникам госослужебных органов. Ну, как они ведут, к сожалению, мы знаем не понаслышке. Это вот те самые вот ограничения, когда тупо нельзя попасть в ту же ССК или еще куда-то. Это, я считаю, очень неправильный момент, когда исполнительная ветвь власти, ну, и другие ветви власти отделяются от общества. Для кого тогда они работают? Для себя самих, что ли? Ну, это как минимум недальновидно и глупо. Так что в целом я очень надеюсь и верю, что наш народ, как согласно Конституции, единственный источник власти, все-таки он должен поддержать свой рупор тех людей, которые в его интересах добывают эту информацию, показывают и рассказывают, и поддержать всеми доступными, возможными в законном правовом поле способами. Это, думаю, будет лучший сигнал нашей власти для того, что диалог нужен, и диалог должен быть свободный, а не модерируемый, потому что иначе мы получим искаженную картину, искаженную теми людьми, ну, кому вот мы дали микрофон одному. Мне вот будете слушать только мое мнение, но это же неправильно, у любого из коллег может быть свое и даже полярно отличающееся, но именно в спорах рождается истина. То есть именно обсуждая что-то, вот, как раз беседуя, то есть появляется демократия, такая, какая должна быть, не такая, которую нам хотят навязать. Большое спасибо за время и площадку. Надеюсь, вы сделаете правильный вывод. Просьба поближе, потому что не слышно. Бүгінгі баспасөз мәслихатында көтеріліп отырған тақырыптың маңыздылығы мынадан айқын көрінеді. Қазіргі жағдайда Қазақстанда емес, жалпы әлемдегі қоғамдық саяси ахуал күрделеніп бара жатыр. Осындай жағдайда халыққа, көпшілікке, миллиондаған аудиторияға, оқырмандарға ақиқатты айтып шындықты жеткізетін ақпарат құралдары ауадай қажет. Қазақстан Республикасында бір жағынан алғанда ұяттымыз деп айтуымыз керек. Сөз бостандығы көп жағдайда шектеліп отыр. Әрине ресми билік, мемлекетті басқарып отырғандар керісінше айтады, ал іс жүзінде түптен басқаша. Оның бірден бір дәлелі бізде журналистердің қызмет істеуіне, өз міндетін атқаруына кедергі келтіру аздай, оларды қудалау, соттау, жазалау, жұмысына кедергі келтіру өмірлерін қиюға дейін қылмысқа барып отыр. Мәселен, оған бірнеше мысалдарды келтіріп айтсақ, тіпті аза бойы адамның қаза тұратындай жағдайы бар. Бәсе ақпарат құралындағы жетекшісі, соның негізін қалаушы, Қазақстанда осы әділеттілік үшін күресіп, сөз бостандығын жолға қою туралы мәселелер көтеріп, өзіндік ұстанымын, көзқарасын танытқан белгілі оппозиционер әріптесіміз журналист Айдос Садық Украинада, Киев қаласында қастандықпенен қазаға ұшырады. Оны жасаған адамдар өзі Қазақстаннан табылып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері деген деректер бар. Сол қылмысты ашудың орнына, ашуға жәрдемдесудің орнына қазір Қазақстан билігі жасырып жауып жатыр. Неліктен? Өйткені бұл қылмысты тапсырыс берушісі осы біздің елдің азаматтары, жайген азаматтар емес, билік басында отырғандар болу әбден мүмкін деген болжамдар айтылады. Егер осы рас болатын болса, бұның солай екендігіне мен жеке өз басым шыны күдіктенбеймін. Онда бізде журналистердің, біздің әріптестеріміздің басына, Айдостың басына түскен қауіп қатер төніп тұр деп
жасырмай айту керек. Сақталатын мәселе осы. Қаңтар шындығын 22 жылға жұртқа жариялап, соған қатысты президент Тоқаевтың өзін кінәлап, атына сын айтқан, жалпы елдегі болып жатқан жемқорлыққа, озбырлыққа, әділетсіздікке, кедейшілікке талдаулар жасап, өзінің материалдарында, жарияланымдарында шындықты шыжғырып бетіне басқан Думан Мұхаммедкерді қазір қайда отыр? 7 жылға бас бостандығынан айырылып, түрмеде дарға басты. Алда өздердің өзінде Талдықорған карцерде ең ауыр жағдайда күндерін өткізіп жатыр. Денсаулық жағдайына да біз алаңдаймыз. Кінәсі жазығы жоқ адамда бұрынғы жаңағы экстремистер танылған ұйымға қатысы бар, соны қаржыландыруға көмектесті, соны жұмысына араласты, мыс деген жалған, дәлелсіз, ешқандай сот процесінде айғағын, дәйегін таппаған айыптауларменен сотта түрмеде ұстап отыр. Сондай-ақ Әйгерім Тілеужан журналист қарындасымыз, ол да батыл, өжет, шындық жолында жүрген, халықтың саяси көзін ашып жүрген мықты журналисті әуежайға басып алу әрекетін жасады деген жаңағыдай қоғамдық тәртіпті бұзды, қауіп төндірді деген сияқты неше түрлі ешқандай себебі негізі жоқ айыптауларменен 4 жылға соттады. Әйгерімде қазір Жауғаштыда түрмеде отыр. Ал ойлап қарайықшы, егер осы үшеуі, біреуі тірі болып, екеуі бостандықта жүрсе, қоғамға пайда келтірер ме, зарар келтірер ме? Меніңше, олардың қоғамға келтірер пайдасы орасан зор болады. Өйткені олар жасқанша жалтақ журналистпіз деп қатарымызда жүргендердің, жүздеген журналистердің атқармаған жұмыстарын солар атқарар еді. Айқын ақиқатты жұрттың алдына жайып салар еді. Қоғамдық ой сананың өзгеруіне, мәселенің мәнісін дұрыс түсінуіне көп ықпал жасар еді. Біз мінекей сондай үлкен күштен халыққа керекті, елге керекті, шын мәніндегі демократиялық құқықтық мемлекет орнатуға ықпал ете алатын жеке тұлғаларды, журналистерді осындай жағдайға жеткізіп отырмыз. Енді осы журналистердің мұң-зарын бұрын тыңдайтын, қорғайтын, қолдайтын саяси ұйымдар болатын, оппозиция партиялар болатын. Олар қазір бізде бар ма? Жоқ. Оларды қудалауменен, атумен, соттауменен ыдыратып, таратып, басын біріктірмей, саяси партиялар бірлестік құруға жол бермейді, таптипыл жасады. Одан кейін журналистер қаржысы ешқандай да қызмет жасай алмайды. Мен алдымда бауырым айтып отыр ғой, мен ешкімге тәуелді емеспін, маған ешкім ақша төлемейді деп. Міне жеке дара журналистер өз күнін өздері көріп, өздерін өздері асырап, бірақ осы қоғам үшін пайдалы іспен шұғылданып отыр. Оған Қойшыбек Мүбәракты айтуға болады. Оған мен қасында отырған Мерболат Біразақасымды айтуға болады. Абзал Досжарды айтуға болады. Тағы басқа да әріптестерімізді. Әрине, YouTube каналдар бар, Айран, Ұлыс, Орда, Ел дауысы, Ел медиа. Олардың да күйі осындай. Оларға да қолдау жоқ. Енді бәріне ортақ бір нәрсе, бастарында іс түссе, қудалау көрсе, заңсыздыққа ұрынса, жұмыстарына кедергі келтірілген жағдайда оларды арашалайтын, сот арқылы мәселені шешуге жәрдемдесетін ұйымдар жоқ. Бұрын бізде тәп-тәуір ұйымдар бар еді, әділ сөз деген бар еді. Тамара Калееваның кезінде ол тәп-тәуір журналистерге көп көмек көрсетті, жәрдемдесті. Сондай-ақ Разылана Таукина марқұм әруақ риза болсын, соның журналистік беде деген ұйымы қоры. Ол да сондай журналистердің арашасы еді, қорғаушысы еді. Бүгін ол да жоқ. Тек қана бір сенеріміз адам құқықтарын қорғау және заңдылық сақтау жөніндегі күні кеше
күнге дейін басшысы болған Евгений Александрович Шовчис басқарған бюро, бүгінде оны Денис Шигалов басқарып отыр. Осыдан басқа бізде құқықтық жағынан қорғайтын ешкім жоқ. Құлшынып шығып жеке дара қорғаушы болып жүрген адвокаттарымыз бар. Оларға мыңда бір рахмет. Журналистерге бір жағдай болса, әйтеуір қасымыздан табылатын. Ал Қазақстан журналистер одағы, ол да қазір жағдай шамалы. Сейтқазы Матаевқа одақты басқарып отырған мыңда бір рахмет. Ұзақ жылдар осы журналистердің бірлігіне, журналистерді қорғауға, журналистердің қоғамдағы өз орнын дұрыс пайдалануына соған ықпалын етіп көмегін тигізіп келген еді. Сол Сейтқазы Матаевқа не істеді? Журналистер одағының республикадағы төрағасына өзін жазықсыз, кінәсіз жаламенен баласы екеуін қастықты қосып сотқа тартып, оның да түрмеде отырып шыққан жағдайы бар. Міне осындай Қазақстанда қазақ журналистер дегенде мен тілдік жағынан бөліп айтып отырған жоқпын. Бәрі бір республика болған, Қазақ республикасы болған қазақ журналистер деп атайық. Орыс тілді болсын, қазақ тілдісі болсын. Мінеки осылардың бірлесетін топтасатын жағдайы қазір келіп отыр. Бірақ бізде ол журналистердің арасында өзара әлеуметтік тұрғыдан, саяси мақсаттық тұрғыдан алғанда жіктелушілік бар. Биліктің журналистері, тәуелсіз журналистер, не болмаса жаңағы тәуелсіз болып көрінген, не болмаса билікте жүр, жаңағы тәуелсіз журналист сияқты сипаттағы қосалқы бір рөлді, екі қатар рөлді қатарынан ойнап жүрген журналистер де бар, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Осындай жағдайда журналистердің арасы бірге ме, бірікпей ме? Қазақ тілді, орыс тілді деп тағы да бөлінеміз. Бұл да дұрыс емес. Қазір мына сөз бостандығы жолында жүрген барлық журналистер, ол мейлі кейінгі мына шыққан блогерлеріміз бар. Оларда енді толыққанды журналистер, журналистік этиканы сақтайтын, журналистік мақсат мүддесі бар, осы салаға бейімделген кәсіптік мамандар деп айтуға келмейді. Олардың да жеке бастық мүддесі, пендешілігі, не болмаса кемшілігі, кәсіби жағынан шалалығы тағы басқасы бар. Бірақ олар да осы ақпарат алаңында жүр, ақпарат саласында қызмет жасап жүр. Азаматтардың ақпарат алу және тарату құқығына соған жәрдемдесуші. Блогерлердің де алға үлкен мақсат қойған блогерлердің журналистермен топтасып, бірлесіп, бір ұйымын құру керек, қорғайтын. Осыны ойластыруымыз керек. Ал енді онсыз жеке дара жүр. Әркім қазір өзін қорғай алмайды. Егер ақиқат пен сөз бостандығы болмаса, онда ол мемлекет құрайды, құрдымға кетеді. Демократиялық құндылықтардан ажыраймыз, демократияны жоғалтамыз. Бүгінгі Америка президенті Трамптың жүргізіп отырған саясаты ол әсіресе журналистерге, тәуелсіз журналистерге, сөз бостандығы ту еткен журналистерге алаңдататын жағдай туғызып отыр. Оның негізгі себебі қазір мынау қаржыландыруды, демократияны, осы сөз бостандығын қолдайды, соның қорғаны болады, соның жаңағы демеушісі болып жүрген Америка құрама штаттары енді одан бас тартатын болса, қолдауды саяси тұрғыдан, мемлекетаралық жағдайда қорғаудан, қолдаудан, қаржыландырудан бас тартатын болса, онда қалай болады? Осы мінекей бұл да бір бізді тығырыққа тірейтін нәрсе. Азаттық радиосы бар, азаттықтың жасап жүрген Қазақстан қоғамындағы еңбегі өте үлкен. Осыны қалайда сақтау керек. Осының ары қарай жұмыс істеуіне мен мына қазақ меценаттарын шындықты қалайтын, елде әділеттілікті, жемқорлықтың жойылғанын, әділеттіліктің сақталып, жемқорлықтың жойылғанын қалайтын азаматтарды осындай тәуелсіз журналистерге, тәуелсіз ақпарат құралдарын қорғауға, қолдауға шақырған болар еді. Журналистер өзара ынтымақта, бірлікте болмасақ, біздің ахуалымыз күннен күнге нашарлай береді. Оның бір мысалын мен өз басымнан да айта кетейін. Тіпті былтырғы жылы енді осы наурыздың 9-дарында, 8-9-дарында бір жыл толады. Баспасөз мәслихатын өткізуге шақырғаным үшін мені күштеп
қинап, денсаулығыма нұқсан келтіріп, талғырға сүйрелеп алып барған жағдайлар бұл полицияның. Полиция осы заңсыз әрекеттер туралы берген шағымдарымызды біріне бірі сілтеп, жаңағы ішкі істер саласы өздері біріне бірі сілтеді, прокуратураларға сілтеді. Сөйтіп ақырында сотқа жеткіздік. Соттың өзі біресе ана сот қарайды, біресе мына сот қарайды, жоқ ол соттың қарауына жатпайды, мына қарауына жатпайды деп осы уақытқа дейін сол маған жаңағы кедергі жасаған, денсаулығыма зиян келтірген, озбырлық жасаған, мен азаматтық құқығымды шектеген, погон таққан жендеттердің бірде-біреуі жазаланған жоқ. Тіпті ескерту сөгіс алған жоқ. Бұл нені көрсетеді? Бұл біздегі жүйе тұтастай президенттен бастап, президент әкімшілігінен бастап тапсырма берілген. Журналистерді, еркін ойлы азаматтарды, өз көзқарас ұстанымы бар азаматтарды, әсіресе қоғамда орны бар, сөмкені белсенділігі бар азаматтарды тұқыртып ұстау, оларға жаңағы ауыздарын аштырмау, жұмыс істеуіне мүмкіндік бермеу. Соның бірден бір мысалы Мерболаттың басынан өтті, жақында келген, оны қазір өз айтатын шығар. Қайырлы күн. Мен өз басымнан өткен екі жағдайды айтайын. Осы Айдос Садықты өлтірген кезде біз журналистер қауымы саяси қуғын-сүргін құрбандары саябағына жиналып, өз қарсылығымызды білдіреміз дегенбіз. Енді бір жағынан еске алып, сол кезде бес полиция тұтқындап мені жабылып, апарып Алмалы аудандық ішкі істер бөлімшесінен қамады. Қамағанда мен айттым, соттың шешімі болмай, мен кірмеймін дедім. Сөйтіп кабинетте отырдық, 3 сағаттан кейін шығарып жіберді. Оның алдында Қытай елшісі және Қазақстанда түрлі түсті революция бола қалса, біз әскер кіргіземіз деп айтқан болатын. Сол сөз үшін мен айттым, консулдан сұрайық, мынау не деген масқара, қазақтар барайық деген бір ауыз сөзім үшін 15 тәулікке қамап қойды. Одан кейін мен осы 11 күні ғана болған жағдай, прокуратураның алдына бір адам пикет болды. Бір ауылдан келіп, Еңбекшіқазақ ауданынан бір азамат тауып мен тиктоктан осындай ақшамды алмай жүрмін деп, алдында алаңға шықты, бір күн бұрын алаңда ескерту беріп, оны шығарған, ертеңде прокуратураға барайық деді. Мен ертіп бардым, өйткені жалғыз өзім жіберуге қауіпті. Барып плакатпен тұрды. Сөйтіп полиция қойша сүйреп алып кетті де, жабылып, 4 полиция. Артынан мен ғана айтады, түсініктеме бер дейді. Мен айтамын, мен өз жұмысыма өзім түсініктеме берейін ба дейді. Жоқ, сен бересің, жүрдіп 10 шақты полиция көлігімді қоршап алды. Басқалы қылмыскер сияқты. Қол аяғымды бұрап, өшіріліп өтті. Тікелей эфирде отырған өшіріп, алып барды. Соны апарғаннан мен қалай болғанын жазып бердім, айттым. Сендер осылай істедіңдер деп. Сөйтіп, қайттан әкеліп тастаймыз деген сөзінде тұрмай, сол жерге есіктің алдына шығарып жіберді. Бірақ мен басшылыққа беріп, айтқан сөзінде тұрсын деп, қайттан әкеліп, сөйтіп прокуратураға арыз жаздым, ішкі қауіпсіздікке арыз жазылды. Досаевтың алдына шығып та айттым, осы мәселені қашанға енді қысым көрсетіледі. Тоқаевтың сөзі бар ғой, журналист ақиқаттан айнымау керек деген. Осы сөзге сүйеніп, мен барып, көмектесіп жүрмін осындай елдерге деп. Сөйтіп өзім көзқарасымды білдірдім, енді бірақ білмеймін, ести ма, естімей ма, саңырау ма. 1937 жыл ғана құпия қызмет деген болған. Тура сондайларда гражданский киіммен жүреді келіп, бұйрық беріп тұрады өздері, ұстаңдар, жігіттер келіңдер, ат жөндерімді ешнәрсе айтпайды. Ешқайсысы көрсетіп кетті, мен айтам, міне менің құжатым, мен журналистпін, енді сендер көрсетіңдер. Соны айтады, аға, біз білмей қалдық, мынандай жилет киіп жүрміз, мына жилетті босқа киіп келген жоқпын. Енді осылай жилет киіп жүретін болды енді, амал сізден. Сіздің үстіңізде жилет болмағаннан кейін біз журналист емес екен апарып қамап қайтып дейді. Енді міне осылай жүреміз, көреміз енді, алда не болады. Сонымен. Бұл шығатын екі мәселе, полициялар ешқашанда өздерінің жасаған заңсыздықтарын мойындамайды. Екіншіден айтылатын мәселе, Тоқаевтың сөзіне онша көп сене бермеңіздер. Келесі сөзді
бізде Лукман Ахмедеров мырзаға берейік. Лукман, слушаем вас. Ну, что касается состояния прессы, понятное дело, что у нас в Казахстане свободы слова нет. Мы живем в очень несвободной стране. И у нас есть самый главный юридический нонсенс. Это когда в Конституции записано о том, что норма, что в Казахстане цензура запрещена, а по факту мы живем в стране, где де-факто цензура существует. Ну, то есть есть реально медиа, которым запрещают публиковать какую-либо информацию, либо, наоборот, принуждают публиковать какую-либо информацию. И в этой части, мне кажется, что нам нужно, журналистскому сообществу, реально нужно создавать юридические прецеденты. В частности, я давно говорю о том, что у нас в Казахстане есть в Уголовном кодексе статья 158 «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста». Вторая часть этой статьи предполагает воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с использованием служебного положения, то есть госслужащими. И эта статья предполагает не очень-то большое наказание, там максимум 2 года лишения свободы, но факт то, что это уголовная статья, это уголовная ответственность. Но проблема в том, что у нас журналисты по этой статье никогда в правоохранительные органы не обращаются. Я, конечно, не строю иллюзий. Понятное дело, что у нас правоохранительные органы, если журналисты обратятся, то они сделают все возможное, чтобы там, эта статья, это дело не дошло до суда, скорее всего. Ну, то есть там будет что-либо делать. Но мне кажется, что вот старый принцип, да, там поговорка есть же, даже «ламаган бала емшек берегит дедовы». Поэтому до тех пор, пока журналисты сами не начнут сопротивляться, мне кажется, вот нет смысла жаловаться на то, что в стране все хреново. Мы должны сопротивляться. Мы должны реально показывать, что есть законные наши права, что эти права должны быть отстаиваться и защищаться. Если вот есть в Уголовном кодексе вот эта статья, правда, она, как говорят адвокаты, не рабочая статья, но тем не менее, мне кажется, что задача всех журналистов сделать так, чтобы эта статья стала рабочей, то есть чтобы по ней реально людей привлекали к ответственности. У нас было 2 прецедента. За всю историю независимого Казахстана было 2 случая, когда по этой статье обращались. Первый случай, это, если не ошибаюсь, журналисты... Ну, это было такое уголовное дело, скажем так, там была указка сверху. Это журналисты Хабар 24 КЗ, они подали в суд на охранника какого-то здания, я не помню, какого-то здания, где охранник их не пускал. И вот этого охранника, да, его привлекали по этой статье «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста». Второй случай был в Уральске, Западно-Казахстанской области в 2024 году, вот в ушедшем году. Автором этого заявления был я. Я подал в антикор заявление о том, чтобы привлекли к уголовной ответственности замначальника ДЧС Западно-Казахстанской области, который запретил журналистам работать в зоне паводка. У нас весной были паводки. И тогда вот... видите, как волшебно работает бумага, да? То есть как только поступило заявление, буквально через несколько часов выступил начальник управления ЧС и сказал, что на самом деле его заместитель такого распоряжения не давал, и мне отказали. Потом, соответственно, антикор прислал мне бумагу и сказал, что по вашему заявлению оно рассматриваться не будет, так как никто не пострадал как бы из журналистов, ничьи права ущемлены не было, вы можете дальше работать в зоне паводков. Ну так вот, я вот к тому, что нам нужно журналистам использовать те возможности, которые есть даже в нашем довольно куцом, кастрированном законе, и заставлять госорганы работать. Понятное дело, что это в корне не решит состояние проблем с прессой. То есть это не решит проблему с цензурой, которая есть по факту у нас в Казахстане. Потому что мы знаем, что Тохаев, там, предположим, с приходом Тохаева появились свои неприкасаемые темы, да, которые в официальных медиа не услышаны, в частности, при Тохаеве по Хабару, ну и по другим традиционным медиа вы ничего не узнаете про Хантар, по нашим медиа вообще не увидите ни одного сюжета про войну в Украине, ну и масса других есть запретных тем, не говоришь про семью президента. Такие же запретные темы были и при Назарбаеве. Но факт то, что я говорю про то, что нам нужно с чего-то начинать, я предлагаю начать с того, что нам нужно журналистам массово подавать вот эти заявления
по статье 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Ну и, кроме всего прочего, у нас есть системные проблемы в прессе. Это так называемое госфинансирование. Госфинансирование – это откровенное хищение бюджетных средств, растрата бюджетных средств. Если не ошибаюсь, у нас позапрошлом году из бюджета Республики Казахстан было выделено 36 миллиардов тенге на госфинансирование медиа. В этом году эта сумма в 2 раза больше, кажется, уже почти что под 70 миллиардов тенге, если не ошибаюсь. И понятное дело, что все эти деньги – это деньги, которые будут распиханы по карманам. Ну, там, в частности, что-то уйдет Хабару, что-то уйдет Казахстан-24, там, Тенгринюс, Нур-Кизет, ну и прочее. Там есть медиа, которые подсели на эту бюджетную иглу. И из-за этого у нас в Казахстане независимых медиа практически не осталось. Брен-Саран медиа бар, ақша алмайтын үкіметтен, бірақ 99% жергілікті аймақтағы медиа, газеттер, телеканалдар бәрі де мемлекет ақшасын алып, аузын жауып отыр. Өйткені үкіметтен қымбаттан ақша алсаң, болды. Сонымен шаруаң бітті. Ешқандай бір қоғамға бір маңызды тақырыптарды қозғауға бермейді саған. Рұқсат бермейді. Сен ақша алдың ғой, аузыңды жап деп отыра береді. Поэтому вот я считаю, что сейчас у нас в Казахстане нужно, просто мы сейчас проходим тот самый переломный момент, когда либо журналисты, журналистское сообщество соткнется, и через некоторое время мы получим ситуацию, как в России, когда профессия журналиста будет в принципе упразднена, ее не будет, либо журналисты все-таки вспомнят, что это люди, у которых есть права, и начнут что-то делать. Вот я за то, чтобы начать что-то делать, и я предлагаю начать с того, что нужно массово обращаться по всем фактам непредоставления информации, когда заставляют журналистов там удалять статьи, либо принуждают писать какие-либо статьи. Журналистам более-менее каких-то независимых медиа нужно, естественно, подавать соответствующее заявление в правоохранительные органы и заставлять прокуратуру работать. Вот коротко, о чем я хотел сказать. Рахмет. Енді Нұрханның сөзіне байланысты бір ой айта кетейін. Ол идея өте жақсы, жаппай шағымданып прокуратураға, сотқа жүгіну. Бірақ біздің прокурорларымыз бен соттарымыз кімнің сөзін сөйлейді? Журналистің сөзін сөйлейді ме, жоқ әлде солардың жаңағы өздерінің журналистік қызметін атқаруына кедергі жасағандардың сөзін сөйлейді ме? Бұл да үлкен бір мәселе. Содан кейінгі екінші бір жағдай, бұл мемлекеттен тендер алу туралы ұлықпан жасайып жатырсың. Мемлекеттік басылымдар бар, газеттер, журналдар. Сондай-ақ ақпарат құралдары жатқан телеарналар бар. Мемлекеттен тікелей қаржыландырылатын тендер қатысады. Енді одан кейін блогерлерді қаржыландыратын жағдайға жетті. Сөйтіп, кейбір журналистерде сол мемлекеттің тендеріне қатысып, ақша алып, солардың саясатын жүргізіп, өтірігін шындай қылып айту үшін ақшалап соған жұмыс жасайды. Бұл осылай белең алып кете беретін болса, онда тіпті шындықты айтатын ақпарат құралдары бірен-саран ғана болады да үндері ешкімге естілмейді. Мен мына парламентте 4-5 журналист отыр ғой, депутат болып. Соларға ұсыныс айтар едім. Мына ақпарат құралдары туралы заңды қайта қарау, оның шала жерлері жаңа журналистерге болыспайтын кесіз тұсап беретін жағдайлары бар. Оны сол жерде отырған Ермат Хатын жақсы біледі. Басқаларда құралақан емес. Сол заңдарды өзгертуге жұмыс жасаса. Содан кейін жаңағыдай блогерлерге немесе басқа бейтараптық жаңағы шағын YouTube каналдар болсын, сонымен тендер алатындардың бәріне тыйым салса. Өйткені ол халықтың қаражаты тек қана халықтың өзіне жұмсалу керек. Блогерлер менен биліктің мүддесіне қызмет етпеу керек. Осыған тыйым салса, сонда шын мәніндегі блогерлер, журналистер аз да болса, бірақ сапалы, халық жағында, әділет жағында, шындық жағында жұмыс жасайды. Ал онсыз қазір бір өтірікке екінші өтірікті қосып жалғайтын, бір өтірікті одан ары қарай бөлетіп тарата беретін ақпарат құралдары деп тырнақшаның ішінде айтайық, сондайлар көбейіп кетті. Оның біз үшін ешқандай пайдасы жоқ. Сондай-ақ қазір мына Ресейдің
агрессиялық соғыс жүргізу саясатын насихаттайтын, қолдайтын бағыттағы ақпараттар бізде өте көп. Соларға да тыйым салу керек заң арқылы. Және соларды жасап отырған, қаржыландырып отырған, артында дем беріп отырғандардың жолын кесу керек. Елге, отанға үлкен қауіп осы ақпараттан болады. Ақпараттық майданда біз жеңіске жету үшін, тәуелсіздікті, мемлекеттілікті қорғап сақтап қалу үшін бізге шынайы журналистика керек, шынайы күрескерлер керек. Біз бүгінгі баспасөз мәслихатында осыған назар аударғымыз келеді. Следующее слово хотел представить журналист информационного портала Абайля Дине Балгашқызы. Дина, слушаем вас. Саламатсыздар ма, здравствуйте. Жаңа коллега айтып жатыр, Лұқпан мырза, 158-ші бап бойынша біздер әрекет етпейміз деп. Мен осы бап бойынша осы жылдың өзінде бір рет арыз, өткен жылдың өзінде 2 рет арыз жаздым. Нақты жаңағы айғақтар болған күннің өзінде ешқандай жаңағы журналистерге құзыретті органдар тарапынан ешқандай жаңағы шара қолданылмайды. Бұл бап мүлдем өзінің құқықтық функциясы жоқ деп айтса, толыққанды сол жауап дұрыс болады деп ойлаймын. Және мен ойлағам, негізі сенатқа біздің депутат ретінде біздің жаңағы журналистер отырса, бәлкім біздің тағдырымыз жақсарар деп ойлағам. Қазіргі күннің өзінде өздеріңіз білесіздер, Нартай Аралбайұлы, Мақсат Толықбай, Ермұрат Бапи сияқты журналистердің ең мықтылары отырғанда біздің жағдайымыз жақсарған жоқ. Яғни қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосынды өзгермейді деген қағида өзінің дәлелін тауып отыр деп есептеймін. Билік басына барған кезде әркімнің функциясы өзгерер ме екен, бәлкім заманның жаңағы бағытына қарай ол кісілерде жаңағы өзінің ойынан арылып қала ма білмеймін, бірақ жалпы қазіргі күнде журналистерге толыққанды заң талабында ешқандай көмек жоқ. Мен әділ сөзге де жаздым жақында, міне алдыңғы аптада ғана менің үстіме жаңағы адым производство дейді ғой, жаңағы өздері ойлап тапқан 456 бап, яғни жалған ақпаратты тарату бойынша жаңағы арнайы сотқа берілген болатын, бірақ сотты құзыретті орган мен жаңағы жәбірленушілері өздерінің таңдап алған адамдары жәбірленген болатын, ол бойынша соттан жеңіліп қалды. Мен соттан талап еттім, частное постановление дейді, яғни сол құзыретті орган осы адым производство бойынша жаңағы арнайы шара қолданыңыздар деп. Бүгінгі таңда частное постановление бар, бірақ ешқандай полицияға ешқандай шара қолданылған жоқ. Олар жалған айыппен бір мені, Жетісу облысында тәуелсіз журналистердің бір мені бір жылда бірнеше рет жаңағы әкімшілік құқық бұзушылыққа жаңағы негіздеуге тырысады. Бірнеше қылмыстық іс тегі қозғайды менің үстімнен. Яғни бүгінгі күнде шындық айту, мен сіздерге толыққанды менің үстіме жаңағы қанша рет қылмыстық іс қозғалып, қанша рет жаңағы әкімшілік құқықтық бұзушылық жасағысы келіп, жаңағындай жасалған әрекеттерге қарап, толыққанды сізге айта аламын, бүгінгі күнде ақиқатты айту үлкен қылмыс. Толыққанды сеніммен айта аламын, менің тарапымда частный постановлениялар міне бүкілі қолымда тұр, құзыретті органдарға қолданып жатқан шара жоқ. Бір журналисті, мысалы, жан-жақтан шындықты айтқаным үшін ақиқатты дәлелдеп көрсетіп, соның нәтижесінде құзыретті органдар қылмыстық іс қозғап, екінші тарапта міндетті түрде мені қыспақ қалады, міндетті түрде. Бірақ ақиқат ашылады, қылмыстық іс болады, бірақ журналисті соңына дейін қудалап өтеді. Вот осындай мәселелер өте көп. Сіздердің айтып жатқан дүниелеріңіздің бәрі көкейіме қонып тұр. Қолдау болса екен дейміз, бірақ әділ сөздің өзі де журналистердің ішін талдап қолдайтындай болып көрінеді. Және басқа да құзыретті органдар осы журналистер министрліктің өзіне жеке қабылдауда бірнеше рет болып, оларға пайымдап көрсетіп, дәлелдеп берген күннің өзінде ешқандай құқықтық негізде көмекке ие бола алмаймыз. Журналистердің
қазақта мақал бар ғой, есектің еңбек адалда ет арам деп. Сол секілді біздің еңбегіміздің нәтижесінде талай шындық ашылып, талай дүние оңалғанмен де шын мәнінде өзіміз бір жағымсыз персонаж ретінде үнемі бір қыспаққа ұшырауға тиісті адам ретінде көрінеміз. Сондықтан сіздерді толыққанды қолдаймын. Әлбетте көмек болса екен дейміз, бірақ енді ол көмек қандай күйде болады, оны қалай жасау керек, ол бір мүмкін емес, бір миф секілді мен үшін. Мен жүгінбеген жерім жоқ, дәлелденбеген, мысалы, дәлелденбей қалмайды ау деген сөз жоқ, бірақ дегенмен нақты жаңағы шешім бар, соттың шешімдері де бар, қаншасын бұздық та, журналистің жаңағы жұмысы ешқандай қатесіз өзінің заң шеңберінде жасалды деген ақпарат болған күннің өзінде қысым азайған күні болған емес. Сондықтан енді сіздермен біргемін әлбетте. Сөз еркіндігі болса екен деген арманда жаңа Қазақстанда әлі де ондай бір жаңашылдықпен ештеңе өзгеріп кеткен жоқ деп ойлаймын. Бірақ дегенмен қысым бар, толыққанды сеніммен айта аламын. Рахмет. Сөзге қатысты сын пікір айтуымыз қажет. Ол жаңағы әйгерімге қатысты, Думанға қатысты іске араласып белсеніп кіріскен жоқ. Біз ол туралы реніштіміз, жасыратыны жоқ. Олар қазір тек қана бір мониторинг жасаумен ғана шектеліп отырған сияқты. Әділ сөз қазір әлсіз сөзге айналды. Осы сынымыздан қорытынды шығарып, қимылдаса батылырақ, нақтырақ, сауаттырақ қадам жасаса, қарекет жасаса дейміз. Слово предоставляется Андрею Смиридову, журналист Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Андрей. Вообще проблема журналистика и право, журналистики и право в Казахстане очень заслуженным стажем, наверное, 20 лет, может быть 25 с начала века, то есть 90-х годов. Мы с 91-го, мы об этом постоянно говорим, пишем. Было в свое время, журнал сдавался «Законодательство и практика в Казахстане», более 10 лет. Вот. Ну, прогресса тут не наблюдается. Как не наблюдается, может быть, и такого мгновенного, одномоментного ухудшения, иначе говорить бы просто было бы предметом и не стало о чем говорить. Вот. Но при этом все время появляются новые явления, но прежде всего на нашей памяти, связанные с появлением интернета, соцсетей, такого статуса блогера, что не всегда, можно сказать, журналист пострадал, или блогер, или вопрос терминологии, но в принципе он и не важен. Я тут подхожу так, что если преследуют за написанное, то профессиональный ли это журналист, работающий в СМИ, редактирующий СМИ и так далее, или же человек, пользователь соцсетей, но писавший, так или иначе публицистические вещи или информационные, но аналитические, так или иначе задевшие интересы властей, так сказать, сильных мира сего, то это нуждается в нашей защите, так или иначе. Вот, конечно, есть явление, когда блогеров обвиняют в чем-то, как бы не за написанное, а за как бы что-то другое. Но тут тоже, конечно, нужно в каждом случае вникать, что все-таки здесь преобладает. Обвинение, то, которое предъявляется совершенно надуманное с потолка, или даже это что-то и такое было, но если в основе все-таки стоит опубликованное, написанное, такие имена, как сейчас, то, что сейчас находится в заключении Айгерим Клеуджан, Тимур Далинбаев, Думан Мухаммед Карим, это, тут во всех случаях нужно, безусловно, по крайней мере, то, что каждое из этих дел, в общем-то, освещалось в соцсетях, например, в таких СМИ, как на радио «Азаток», мы, например, пытаемся на сайте нашего бюро освещать и освещаем. Просто в таких случаях нужно сейчас
соцсетей, прогрессивного сектора, скажем так, либерального сектора и так далее, медиапространства и его носителей, его людей, пишущих, как минимум не забывать об этих людях и хотя бы просто напоминать, так сказать, регулярно. Вот. Что касается законодательства, или вернее не то, чтобы законодательства, нормативных актов, правотворчества и правоприменения, тут как такие вначале вы говорили о этих последних случаях, там журналистов не допустили на брифинг. Тут по сравнению с тем, когда журналистов арестовывают, за их дают сроки, это как бы и ничего. Тут можно сказать, что, как говорится, здесь власти, может быть такой может быть рецепт. Если правительство или какое-то ведомство кого-то, журналистов, не допустили, ранее аккредитованных не допустили на какое-то мероприятие, в принципе, то, о чем они там скажут на мероприятии, все равно станет известно. Так в этом плане нужно бы журналистам, подвергшимся такой дискриминации по принципу чужой для властей СМИ или по еще каким-то принципам, и журналистам, которые, может быть, и не собирались на этот брифинг идти, о нем и не знали, но поэтому теперь знают и возмущены этим. Как говорится, надо сделать так, чтобы властям, тому ведомству или правительству, которое это допустило, было себе дороже. То есть можно сказать так бы, допустим, как сейчас недопущенные журналисты написали бы, просто что услышали, написали бы нейтрально, так сказать, просто осветили, а так как после того, как их не допустили, напишут об этом резко критически и, скорее всего, более критически, чем написали бы, если бы допустили. Так вот, в таких случаях, если это будет повторяться регулярно, может быть, тогда у чиновников как-то что-то щелкнет в мозгу, что, может быть, так лучше не делать себе дороже. Это я отчасти продолжаю мысль Дупана Ахмедярова о том, что СМИ, редакции, блогеры, сообщество журналистское единое не спускало властям всякого рода такие нарушения закона, покушение на свободу информации и добивалась судебными исками, подачами исков в Конституционный суд, который все-таки есть прогресс, что такое, он возродился, его 30 лет не было, 22 года возвратился. И, допустим, по свободе собрания один из исков наше бюро вместе с другими правозащитными организациями подавало и его выиграло. Конечно, можно сказать, что это мизер, запретил Конституционный суд, точнее, признал неконституционным манеру акиматов отказывать устроителям публичных акций под предлогом занятости этой площадки. Но они будут отказывать по другим предлогам, это все так. Но тем не менее, сам факт, что это возможно подать иск в Конституционный суд, и есть кому этим заниматься, в частности, правозащитникам, юристам, как наших бюро и других правозащитных организаций. И это дело, и такой иск можно выиграть. Пусть это будет, обращаю внимание, хотел бы обратить внимание заинтересованных коллег, членов журналистского сообщества на это обстоятельство. Примерно так. Андрей, касательно того, что не пустили на брифинг журналистов, я это хотел сказать в контексте того, что после того, как не пустили журналиста на брифинг, все журналисты, допущенные к брифингу, могли бы встать и уйти. Нет, они начали задавать вопросы от ее имени. То есть один и тот же вопрос, то есть это была, скажем так, акция протеста в стенах правительства. Это замечательно, да. Если так. Я такого варианта не предвидел, когда говорил, да. Если так, то просто... После этого правительство вынуждено было опять допустить брифингу. То есть это был такой хороший пример объединения. Касательно митингов, вы сейчас задели. Это я к слову. Да, к слову, то есть, да. На сегодняшний день есть решение постановления Конституционного суда о том, что митинг имеет право отказать в митинге без
предоставление альтернативного времени и места. То есть это есть постановление, буквально вот месяца полтора-два назад вышло. После этого подавали массовые на митинги партии Елтрега по всему Казахстану, в 4-5 городах. Всем отказали. Да. Но это борьба. Это борьба, мы идем законными способами. И это в целом хотелось бы то, что мы говорим, Думада Мухаммеда Карима по-хорошему осудили за что? За его профессиональную деятельность. Мы все видели общемировую практику, когда в нулевые годы у Талибана, запрещенного во всем мире, западные журналисты брали интервью. Никто за это никого не сажал. Да, ну и так далее, и так далее. Да. Ахмад Шах Масуда брали интервью. Он тоже убиватель был. То есть здесь мы видим факты именно за профессиональную журналистскую деятельность были наказаны. Да, вот в случае с Мирбулатом за профессиональную деятельность. И вот последний случай с Кастагом, это тоже их наказали за их профессиональную деятельность. Сонда олар неменеге бізге керек, егер олар істейтін болса ары қарай құдаланып жүрсе. Жарқын жаңа айтып отырған Бен Ладен кезінде халықаралық террорлық ұйым деді, онымен кетті. Бен Ладен өзінің атында Астанада фирмалар қанша уақыт жұмыс істеп тұрды. Енді жаңағы Талибанды Қазақстан тізіміне шығарып тастады, экстремистік, террористік ұйымдардың қатарына тізіміне. Ал Қазақстан демократиялық таңдауын қадатына оны шығарған жоқ. Екеуінің қайсысы қауіпті, қайсысы шын мәнінде террористік ұйым? Бүткіл халыққа, жұртқа көрініп тұр. Ол тек қана соттау үшін Есіл аудандық сотының шешімі шығарды да адамдардың бас көтеру мүмкіндік бермеу үшін жасалып отырған әрекет. Сондықтан біз енді осындай шындықтарды айту, қоғамдағы әділетсіздікті, заңсыздықты көрсететін ол журналистер. Журналистердің үнін өшірсек, бізде бәрі жақсы болып кетеді деген алдамшы Назарбаевтық сана, Назарбаевтық пиғыл, Назарбаевтық жүйе сол күйінше сақталып қалды. Қайта ең жаманы сол үдеп, гүлденіп, түрленіп бара жатыр. Осыдан сақтануымыз керек, осыған қарсы журналистер топтасуымыз керек. Әр саладағы блогерлер де қатарымызға қосылуы керек. Біз өзіміз енді бір құқықтық ұйым құрмасақ, қор түрінде болсын, құқықтық жағынан қорғайтын журналистердің арашашысы болатын, оларды қорғап сақтайтын, жұмыс істеуіне мүмкіндік туғызатын ешқандай қайырым шара мемлекет тарапынан болмайды. Сондықтан осы жағында әріптестер тыңдап көріп отырғандарыңыз болса, ойласаңыздар, осының бір амалын жолын тапсақ. Қазіргі бар қорлар, олар сарқылып, таусылып бітті. Олардан ары қарай үміт күту өте қиын. Сондықтан жаңа бір ұйым керек, қазақстандық ұйымдар керек. Қазақстанда тағы мына Ресейдегі, Қырғызстандағы сияқты шетел агент деген, инагент деген заң шығарады. Ол заңды қолдап бәрінің дауыс беретіні айқын. Қазірден бөріктерін аспан қатып, мына ақиқаттан қорқатын, сыннан қорқатын билік пен биліктің жандайшаптары қуанып жатыр. Енді олар ертең екі қол, екі аяқтарын көтеріп, сондай заңның қабылдануына толық жол ашып береді. Сондай заңды қабылдайды. Сондықтан біздің қазақстандық қалталы азаматтар елде тұрақтылық болсын. Тұрақтылық неден болады? Ол ақиқат жолында күрестің, саяси күрестің, демократияны орнықтырудан болады. Соған атсалысып, журналистерге көмектескені дұрыс болар еді. Мүмкін алдағы уақытта басымыз бірігіп, осы идеяны іске асыратын болсақ, кеңінен талқылап, ақылдасатын шығармыз. Бүгінгі ақпараттық жүздесуімізде баспасөз мәслихатында
айтайық деген негізгі идеямыз, ойымыз осы. Журналистер сіздерге керек, қалайық журналистерге керек. Сондықтан екі жақтан бір-бірімізге ынтымаққа қол ұшын беруге, бірге атсалысуға ұмтылсақ.